Жалаңаш еркек көрсең кедейлікке тап боласың. Жалаңаш әйел өтірік, өсек. Жалаңаш жүру, түс жорушы Кирманидің айтуына қарағанда, түсінде бір жұмыс үшін шешінгенін көрсе және ол жұмыс дінге байланысты болса, дүниелік пайда көретінін, бірақ ақыреттен нәсібі болмайтынын білдіреді дейді. Базарда немесе бір топ адамның ішінде жалаңаш жүргенін және оған адамдардың қарап қалғанын көрсе, сақтап жүрген құпиясы жария болады. Мешітте шешінгенін көрсе, күнәларынан арылады. Бір риуаятта, түсінде өзін жалаңаш көрсе, діни жауапкершілігін орындау үшін қайрат көрсететінін білдіреді делінген. Жалаңаш жүріп жыныстық мүшесін бір нәрсемен жауып жүргенін көрсе, байлығынан айырылатынын, бірақ өзіне жетерліктей қалатынын білдіреді. Жалаңаш бола тұра өзіне ешкімнің мән бермегенін көрсе, ауру болса, ауруынан жазылады, қарызы болса, қарызынан құтылады деп жорылады. Жалаңаштану, түсінде анадан туғандай жалаңаштанып жүргенін көрген адам күнәдан арылып, сауапқа кенеледі. Дініне берік адам түсінде жалаңаштанып шешінгенін көрсе, қайыр мен табысқа жетудің, қиыншылықтан құтылудың белгісі. Ал дінмен ешқандай байланысы жоқ адам болса, қиыншылығы одан сайын артатынын білдіреді. Әйел адам өзінің жалаңаш жүргенін көруі жақсы емес. Егер тұрмыс құрған болса, ажырасады.